Сәлем достар, сіз ақ масай атанған Карина есімді қыздың өмірі туралы естіп едіңіз. Көп жылдар бұрын Швейцария тұрғыны күйеу жігітімен бірге Кенияға демалуға келеді. Сол жерде Ликетинг есімді масай жауынгеріне ғашық болып, Карина күйеу жігітін тастап кетеді. Қыз цивилизацияны құрбан етіп Кенияда қалуға шешім қабылдады. Оның таңдаған ғашығында лашық пен екі ешкі ғана болды. Содан кейін үйлену тойы болды. Қыздары дүниеге келді. Карина өз дүкенін ашты. Бірақ адамдар арасындағы айырмашылық өзінің жемісін бере бастады. Жанжал отбасында басталды. Масай әйелін бәрінен қызғанды. Содан кейін ол өзінің қызының өзінікі емес екенін айтып, ұрыс көп шығара бастайды. Ликетинг одан баласын тартып алады деп қорқып, Карина елден қашып кетеді. Ал қызы 18 жасқа толғанда Карина Кенияға қайта оралады. Бірақ ол қызын Кенияға келмеді. Кездесуде Ликетинг оның қашып кеткеннен кейін қатты қиналғандығын, оның іше бастағандығын және өздерінің әскерінен қуылғандығын айтады. Арада жылдар өткен соң олардың қалай кездескенін қараңыз. Сіздерге бұндай махаббат хикаясы ұнады ма?